Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен өткен мәжілісте автожол саласы мәселелері талқыланды. Оған селекторлық режимде қала аудан әкімдері мен жауапты сала басшылары қатысты. Аймақ басшысы автомобиль жолдарының сапасына қатысты тапсырмалар жүктеді. Облыс аумағындағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының ұзындығы 3545 шақырым, оның 1025 шақырымы республикалық, 555 шақырымы облыстық, 1965 шақырымы аудандық маңызы бар автомобиль жолдары. Былтыр 3000 шақырымнан астам жол жөндеуден өтіп, жақсы жағдайдағы жолдар үлесі 92%-ға жетті. Биыл республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға 329 шақырым жолдар мен көпірлерді жөндеу жоспарлануда. Ол арқылы жақсы жағдайдағы жолдар үлесі 95%-ға жеткізілмек. Бұған дейінгі жол саласына қатысты мәжілістерде сапаға баса мән беруді тапсырған болатын. Бұл ретте жол активтері ұлттық сапа орталығының рөлі ерекше. Орталық облыстағы 91 жобадан 1884 сынама алып, 138 ақауды анықтаған. Оның ішінде Қызылорда қаласында 31 жобадан анықталған 14 ақау бүгінгі күнге дейін қалпына келтірілмеген. Кемшілікті түзетуді шұғыл арада қолға алуды тапсырды. Мердігер мекемелер құрылыс жұмыстарына заманауи техника мен технологияларды пайдаланып, сапалы әрі мерзімінде орындауы тиіс. Алдағы уақытта сапасы жұмыс үшін мердігер мекемелермен қоса авторлық және техникалық қадағалаушылар да жауапты болатынын ескертті. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, Қызылорда қаласы және аудан әкімдері бірлесіп автомобиль жолдары мен көшелердің жөндеу жұмыстарының сапасын қатаң бақылауға алуды тапсырды. Биылға межеленген жұмыстардың сапалы атқарылуын қамтамасыз етіңіздер, деді Нұрлыбек Нәлібаев.